Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы зат есім. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз таптарына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім бұл сөз таптары. Жалпы қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Соның ішінде біз бүгін зат есімді қарастырамыз. Заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім, не деген сұраққа жауап беретін сөз табы зат есім деп аталады. Зат есім, жалқы есім және жалпы есім болып екіге бөлінеді. Жалқы есім деп кісінің аты жөні, жер, су аттары, жан-жануарларға қойылған атаулар айтады. Жалқы есімдер әр уақытта бас әріппен жазылады. Мысалы, Әсел, Арман Дәулетұлы, Іле, Алматы, Ақтөс. Ал жалпы есім, ол жалқы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы есім деп атайды. Жалпы есімдер ол кіші әріппен жазылады. Мысалы, ауыл, құс, ақын. Зат есімнің түрлері. Зат есімнің жекеше, көпше түрі болады. Кім, не сұрағына жауап беретін сөздерді зат есімнің жекеше түрі деп айтады. Мысалы, әке, үй, құс. Ал енді кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есімнің көпше түрі деп айтады. Мысалы, әкелер, үйлер, құстар. Сонымен қатар зат есімдер дара және күрделі болады. Дара зат есім бір сөзден ғана тұрады. Мысалы, қойшы, ақын, күй. Ал күрделі зат есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, тас, бақа, ата, ана, темір жол. Зат есім сонымен қатар негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі зат есім ол негізгі түбірден болған зат есімді айтады. Мысалы, ана, бала, кесте. Ал түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, суретші, оқулық. Зат есімнің тәуелденуі. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулар деп айтады. Өнерім, әкем, яғни менің өнерім, сенің әкең, әжең, атасы деген сияқты. Тәуелдік жалғаулар үш жақта жекеше және көпше түрде айтылады. Досым, досың, досыңыз, досы. Көпше түрде досымыз, достарың, достарыңыз, достары. Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы қатаң п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Мысалы, доп, добы, п дыбысы б-ға айналып кетіп тұр. Жүрек, жүрегі, қалақ, қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Халық, халқы, әріп, зат есімнің септелуі. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулары деп атайды. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс және көмектес септік. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі дейді. Есіңе сақта. Атау септік, кім не, ілік септік, кімнің ненің, барыс септік, кімге неге қайда, табыс септік, кімді нені, жатыс септік, кімде неде, шығыс септік, кімнен неден, көмектес септік, кіммен немен. Мына жерде жалғаулары жазылған. Жалпы біз бүгінгі сабақта зат есім туралы өттік, оның түрлерін, сұрақтарын және жалғауларын білдік. Осымен біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.